Сәлем жас түлек. Бүгін біз сіздермен үшінші нұсқаны талдайтын боламыз. Жалпы бұл нұсқаны орындамасаңыз, сілтемені басыңыз мына видеоның төменгі жағында. Сол сілтемені басу арқылы осы нұсқаны тапсырып көре аласыз. Ал біз сол нұсқадағы жиі қателесетін сұрақтар мен есептерді талқылайтын боламыз. Ал кеттік, онда біз бастайық. Екінші сұрағымыз екен, ядросында протон саны бірдей, массалары әртүрлі атомдар бізде әрине изотоп деп аталады. Мысалға сутектің 3 изотопы бар, ол протий, ол дейтерий, немесе Д әрпімен белгіленеді, және тритий деген. Ол сутектің атомдық массасы 3 болатын сутектің изотопы. Міне осы бізде изотоптар. Изотон деген бізде нейтрон сандары бірдей болу керек. Нейтрон саны бірдей болса, егер әртүрлі элемент қой енді. Әртүрлі элемент, бірақ нейтрон саны бірдей, олар бізде изотондар деп аталады. Енді изомер деген сендер жақсы білесіңдер. Ал изобарлар деген, ол енді химияда, ол атомдық массалары бірдей, әртүрлі элемент. Вот осылар бізде изобарлар деп аталады. Изобары деп аталады негізінен. Мысалға кальций, атомдық массасы 40, және аргон, оның да атомдық массасы 40. То есть атомдық массалары бірдей, әртүрлі элементтер. Келесі. Иондық тор түзбейтін зат. Енді иондық тор, ол логично, что қандай байланыс? Әрине иондық байланыс. Солай емес пе? Ал иондық байланыс бізде металл болу керек. Металдың катионы және бейметалдың анионы. Солай емес пе? Бейметалдың анионы. То есть плюс пен минустың электростатикалық тартылуы нәтижесінде жүзеге асады. Енді түзбейтін зат деп тұр. Яғни бізде металл да болмау керек, то есть металл мен бейметалл болмау керек әйтеуір. Енді натрий гидроксидінде байқап қарасаңдар, натрий металл, OH, енді оттек, сутек бейметалл. Күкірт қышқылы H2SO4. Металл бар ма мысалға мұның құрамында? Жоқ, металл жоқ. Сутек ол бейметалл, күкірт, оттек барлығы бейметалл. Сондықтан әрине В жағдайы бізде иондық тор түзбейді. Бұл бізде молекулалық кристалдық тор түзеді, себебі ковалентті байланыс. Келесі, дұрыс ұғымды анықтаңыз. Енді дұрыс тұжырым ғой. Қалыпты жағдайда хлор сары жасыл түсті, өткір иісті сұйықтық дейді. Енді сұйықтық деген әрине қате. Сондықтан бұл дұрыс тұжырым емес, бұл негізінен газ. Солаймыз ба? Сондықтан бұл қате, оны белгілемейміз. Келесі, қосылыстарда хлордың жоғары тотығу дәрежесі +5 дейді. Ол да қате. +5 емес, негізінен +7. Сондықтан бұл да дұрыс емес. Оттегімен қосылысында хлор теріс тотығу дәрежесін көрсетеді. Енді мысалға хлор 2O7-ні алайық. Оттек бізде үнемі тотығу дәрежесі -2, ал хлор енді бұл жерде +7 болып тұр. Яғни ол оң. Сондықтан бұл да бізде қате тұжырым. Д нұсқасына қарайық. Хлор темірмен әрекеттесіп, темір швалентті хлоридін түседі, қыздырып хлорды артық мөлшерде алғанда. Шынымен естерінде бар шығар. Енді алдыңғы нұсқа талдауда біз бұны қарастырдық. Бізде темірдің 3 валентті хлориді түсіледі. Алдарына теңестірсеңдер 2, 2, 3. Шынымен келіп тұр. Онда дұрыс Д жауабын біз белгілейміз. Жауабында қарай салайық. Хлор табиғатта негізінде бос күйінде кездеседі дейді. Өтірік. Неге? Себебі хлор өте белсенді, жалпы белсенді бейметаллардың бірі. Сондықтан ол реакцияға түсу қабілеті жоғары деуге келеді. Келесі, 91 мл 25% тығыздығы осындай барий хлорид ерітіндісімен әрекеттесетін натрий сульфатын зат мөлшері дейді. Енді жалпы мына жақта пайыз, көлем және тығыздық, ол барлығы барий хлориднікі, солай емес па? Сондықтан сендер барлығын көбейту арқылы, осылардың мысалы 91-ді көбейтесіңдер 0,25-ке, көбейтесіңдер 1,144-ке, яғни барлығын көбейту арқылы сендерде масса шығады. Яғни осы барий хлоридінің массасы шығады, былай айтқанда, барий хлор 2-нің массасы. Кәне көбейтіп жіберейік, барлығын бір-біріне 91 көбейтілген 0,25 көбейтілген 1,144. Сонда бізде 26 грамм шығады. 26 грамм барий хлориді. Болды, бірден молін табамыз. Барий хлоридінің молі тең 26-ны бөлеміз біз молярлық массаға. Яғни 208-ге. 26-ны 208-ге бөлейік. 0,125 моль. Жақсы, енді реакцияны жазайық. Барий хлориді плюс натрий сульфаты, натрий 2SO4. Сонда түзіледі бізде барий сульфаты, тұнба және 2 натрий хлор. Енді реакция теңесіп тұр. Барий хлоридінің молі 0,125 болса, натрий сульфатыныкі тура солай 0,125 моль. Болды, онда Б нұсқасын белгілейміз. Келесі. 1 моль азот қышқылын алу үшін әрекеттесетін азот 4 валентті оксиді, оттек, судың мөлшері. Енді барлығын айтып қойған. Азот 4 валентті оксиді плюс оттек плюс су түзіледі азот қышқылы HNO3. Жалпы бұл реакция бізде қайтымды, құрметті оқушылар. Білесіздер, азот қышқылының негізі қара түсті
ыдыста сақтайды, яғни күн сәулесін өткізбейтіндей. Не үшін? Себебі бұл бізде ыдырап кетеді. Міне азот қышқылының ыдырау теңдеуі, міне бұл кері реакциясын жазасыздар. Енді бізде азот қышқылы 1 моль, онда NO2 де бізде 1 моль. Сәйкесінше бұның көлемі 22,4. Солай емес па? Оттек бізде 0,25 моль болады, яғни бұның көлемі бізде 5,6 литр оттек. Және суымыз бізде 0,5, енді оны біз малярлық массасы 18-ге көбейтеміз, сонда ол 9 грамм немесе 9 миллилитр. Онда біздің жауабымыз ол әрине Е нұсқасы. Келесі, әкті сөндіру реакциясы. Кальций оксиді бізде білесіздер, атауы сөндірілмеген әк, солай ғой? Сөндірілмеген әк деп аталады. Енді оған су қосып не істейді? Әрине сөндіреді, нәтижесінде бізде сөндірілген әк пайда болады. Сондықтан әрине бұл жерде Е нұсқасын белгілейсіздер. Қалған варианттар енді өтірік келмейді. Келесі, 3 литр аммиак алу үшін қажет алюминий нитридінің массасы. Бірден біз мына жақта зат мөлшерін анықтаймыз. 3-ті бөлеміз 22,4-ке. Шығады бізде молі 0,13, енді 134 моль деп алайық, жуықтасақ. Енді реакция жазу керек. Алюминий нитридін біз әрине гидролиздейміз. Нәтижесінде бізде алюминийдің гидроксиді, алюминий OH3 және аммиак түзіледі екен. Теңестіретін болсақ, судың алдына біз 3 деген коэффициентті қоямыз. Болды, реакциямыз тең. Енді аммиак бізде 0,134 моль алу қажет. Онда алюминий нитриді ол тура солай 0,134 моль. Енді массасын табу үшін осы 0,134-ті көбейтеміз біз малярлық массаға, яғни 41-ге көбейтеміз. Нәтижесінде бізде 5,100-ден 49 грамм шығады екен, онда С нұсқасын белгілейміз. Келесі, сірке қышқылы әрекеттесетін зат. Енді қышқылдар білесіздер, органикалық қышқылдар бізде спиртпен әрекеттеседі, қышқылдың қатысында. Яғни бұл реакция бізде этерификация деп аталады. Этерификация реакциясына бізде қышқылдар мен спирттер түседі, күрделі эфирмен су түзіледі. Енді бұл реакцияны жақсы білесіздер. Енді қышқыл бізде қышқылмен өзі әрекеттеспейді, құмырсқа дегенмен әрекеттеспейді. Күміс өте енжар дегенде сутектен кейін орналасқан, сондықтан ол да әрекеттеспейді. Натрий сульфаты, мыс дегендер әрекеттеспейді. Әрекеттесетін бізде кальций оксиді, яғни бұл бізде негіздік оксид, білесіңдер, ол қышқылдармен әрекеттесе береді, тұз бен су түзіледі. Және магний карбонаты, ол да бізде әрекеттеседі. Мына реакцияны жаза салайық. Жалпы сірке қышқылы CH3OH қосылған магний карбонаты. Мұна жаңағы әртүрлі ыдыс, әсіресе шайнектің түбінде андай қақ қалып қояды ғой. Ол қақтың формуласы міне магний карбонаты, кальций карбонатымен бірге. Соны уксус, былай айтқан сірке қосып жуады. Соның нәтижесінде бізде магнийдің ацетаты түзіледі, және су плюс көміршіл газы. Міне осындай реакция жүреді екен. Теңестірсек, мынаның алдында 2 болады. Келесі, массасы 140 грамм мыс пен мыс эквивалент оксидінің қоспасын концентрлі азот қышқылмен өңдеген, сонда 80 литр газ түзілді дейді. Жақсы, мына жерде 140 грамм ол бізде қоспаның массасы. Енді осы жерден біз мольді анықтауымыз керек. Ол әрине мынау 80 литр дегеннің біз газдың молін анықтаймыз. Сол үшін 80-ді біз 22,4-ке бөлеміз. Нәтижесінде бізде 3,5714 деп алсақ, 4-ден 4 сан моль түзіледі. Енді реакцияны жазайық, кеттік. Жеке-жеке бөлек-бөлек жазамыз, яғни мыс қосылған азот қышқылы дейміз, және мыс оксиді қосылған азот қышқылы. Енді бұл жерде концентрлі, мұқият қарайтын жер ол осы. Енді концентрлі қышқылмен мыс бізде әрекеттесе береді, нәтижесіне мыс нитраты, азот 4 валент оксиді және оттегі бөлінеді. Кешірім өтінемін, оттегі деппін ғой, су бөлінеді мына жақта. Теңестіретін болсақ, мына жерге 4, 2 және 2. Міне реакциямыз теңесті. Төменгі реакцияны жазайық. Енді төменгі реакция ол қарапайым алмасу реакциясы, мыс нитраты және су бөлінеді екен. Алдына 2. Яғни қарайық, бұл 2 реакцияда бізде әрине жалғыз газ, ол мынау NO2. Демек, оның зат мөлшері 3,10,000-нан 5714. Онда біз осы арқылы купрумның массасын таба аламыз. Солаймыз ба? Ол да бізде 3,5714-ті айтпақшы 2-ге бөлеміз, бөлеміз 2-ге. Сонда енді 1,7857 деп алсақ. Енді масса керек екен, онда массасын есептейік. 1,7857-ні көбейтеміз 64-ге.
64-ке көбейтейік. 114-28 дейді. Мынаны өшіре салайын, енді түсінікті деп ойлаймын, иә. Мына жерге мен массасын жазып қоямын. 114-28 грамм. 114-28. Енді бізге жалпы айтқан, бұл барлығы 140 грамм деген, солай ғой. Онда мыс 114-28 болса, мыс оксиді қанша? Оңай анықтай аламыз. Ол үшін 140-тан әрине азайтамыз 114-28-ді. Азайттық, сонда бізде X-іміз енді жуықтаған кезде 25-7 грамм шықты. Міне көрдіңіздер ме? Массасын анықтап алдық. Бізден как раз осы мыс оксидінің ғана массасын сұрап тұр. Сондықтан С жауабын белгілеп қоясыздар. Енді массалық үлес дейді. Омега көпірмол. Осы массаны бөлесіңдер жалпы массаға, көбейтесіңдер 100%-ға. Кеттік. Нәтижесінде бізде 18,37% дейді. Енді жуықтасаңдар 18-де 4-тің өзі шығады. Демек, тағы да мына F жауабын белгілейсіздер. Демек, бұдан міне 2 жауап. Келесі. 336 литр этан мен 25 грамм хлор әрекеттескенде түзілген хлор этанды сілтімен су қатысында қыздырғанда органикалық қосылыстың массасы мен көлемі дейді. Жақсы, бізде енді екі нәрсе әрекеттескен, ол хлор мен этан, екеуін жеке-жеке мольдерін анықтаймыз. Енді бірінші этан 336-ны 22-де 4-ке бөлеміз, жақсы білесіңдер, 0,15 моль. Ары қарай хлор 25 грамм дейді, енді бұл массасы берілген, онда молярлық массаға бөлеміз, 25-71-ге бөлсек, енді 0,35 моль деп аласылайық. Енді екеуін әрекеттесек кеттік, реакция жазамыз. Этан плюс хлор, енді білесіңдер, бұл бізде жарықтың қатысында жүреді. Хлор этан және хлор сутек түзіледі. Зат мөлшерлерін жазып қояйық. Этан 0,15, хлор 0,35. Әрине азы 0,15, осымен есептейміз. Демек хлор этанды 0,15 моль деп аламыз. Енді ары қарай түзілген хлор этанды дейді, мына есептің берілгендері алып тұр. Сілтімен су қатысында өңдеген дейді. Яғни мысалға калий OH дей салайық, сулы ертіндісі деп тұр міне. Осы нәрсе. Сонда білесіздер, енді калий хлорды алып кетеді өзіне. Калий хлориді түзіледі. Және C2H5OH, яғни этанол түзіледі екен. Хлор этан бізде 0,15, этанол да 0,15. Бірде массасын анықтайық, 0,15-ті көбейтеміз 46-ға. 0,15 көбейткен 46 шығады бізде 6,9 грамм. Яғни міне массасы G-да тұр екен, осы массаны белгілейсіңдер. Енді мынау тығыздық бекерден бекер берілген жоқ. Мынадай формула бар, М тең ρV деген. Енді осы жерден көлемді анықтау үшін біз керісінше массаны тығыздыққа бөлеміз. Массаны біз жаңа ғана анықтадық, ол 6,9 грамм, ал тығыздық ол есепте тұр. Міне 0,8 грамм бөлінген миллилитр деп. Сондықтан 6,908-ге бөлеміз, 8,625 миллилитр шығады екен. Ол бізде Б нұсқасы. Сонда міне Б мен Ж нұсқаларын белгілейміз. Келесі және соңғы есебіміз қайтадан қоспа бізде. Метанол мен этанол екеуі де спирт. Сутегі бөлінді дейді. Мына сутектің бірден молын анықтап жіберейік. Ол үшін 852-ні бөлеміз 22-де 4-ке шығады бізде 0,38 моль. Енді нақты шыққан жоқ, бірақ осылай ала берейік. Енді реакция жазамыз. Метанол CH3OH натриумдың артық мөлшерімен өңдеген дейді. Енді білесіңдер, натрий ол мына сутектің орнын басады. Натрий метилаты түзіледі және сутегі газы. Теңестірсек 2, 2 және 2. Тура сонылай этанолмен әрекеттестіреміз. Онда да тура осындай механизм. Мынау алкоголят деп аталады, басқаша. Натрий алкоголяты, немесе натрий этилаты, нақты осы қосылыс. Енді қараңыздар. Бастапқы қоспада бізде не метанолдың, не этанолдың молі жоқ. Солай емес пе? Сондықтан олардың мольдерін XY деп аламыз. Бірақ зато бізде реакциядан кейін мына сутектікі бар. Оны анықтаймыз, мысалы қалай? Мына X-те 2-ге бөлеміз, 0,5X болады, Соны апарып сутектің алдындағы 1-ге көйтеміз. Сонда мынау 0,5X болып қала береді. Төменгі жағында ол тура солай 0,5Y. Енді қараңдар. Мынау 0,5X-қа мен 0,5Y-ті қоссам, менде неше моль шығады? Әрине 0,38. Солай ғой. Сондықтан жазамыз. 0,5X плюс 0,5Y тең 0,38 деп міне бірінші жүйені жаздым. Келесі екінші жүйе ол бізде мынау массаға негізделген болу керек.
біз массасын табу керекпіз. Ал массаны табу үшін міне мольді көбейтеміз малярлық массаға. Малярлық масса бізде метанолда 32. То есть бұның массасы 32х грамм. 32х грамм. Ал этанолдың массасы ол Y көбейтілген 46 немесе 46Y. Тең болу керек бізде 28-ге. Болды, енді ары қарай мынау мен жоғарғыда тұрған жүйені 64-ке көбейте салайын. Кеттік, барлығын 64-ке көбейтеміз жоғарғыдағын. Сонда бізде шығады 32x плюс 32y тең 0,38 64-ке көбейтсек 24-те 32 дейді. Төменгі жүйені тура осылай жазамын. 32x плюс 46y тең 28. Болды, енді бір-бірінен азайтам. Міне көрдіңіздер ме, сол кезде x-тарымыз жойылды. 46-тан 32-ні азайтамыз, бізде 14y тең 28-ден 24,1-ден 32-ні азайтам. Сонда 368 деген сан шығады екен. Осы жерден y-ті анықтап жүрейік, 368-ді бөлеміз 14-ке. Шығады, бізде нақты сан шыққан жоқ, бірақ енді амалғанша тура солай жазамыз. 0,26-28 моль деп ала салайын. Енді мен y деп ненің молін алдым? Этанолдың молін алдым. Солай ғой. Осы жерден онда этанолдың массасын табамыз. C2H5OH. Молі бар бізде 0,26-28. Соны көбейтеміз. Малярлық массасы 46-ға. Так, шығады бізде 12 грамм. Яғни 12 грамм, мынаяқта мұқият болыңыздар, ол бізде этанол. Яғни этанолымыз бізде 12 грамм. Онда қалған 16 граммы, ол бізде не деген сөз? Әрине метанол деген сөз. 16 грамм метанол. Сонда міне Б мен Д жауаптарын белгілейміз. Құрметті оқушылар, міне осымен біздің 3-ші нұсқамыз аяқталды. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Алдағы уақытта қандай тақырыпта видеолар түсірейік, соны жазыңыздар. Құдай қаласа алдағы уақытта түсіретін боламыз. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Аман сау болыңыздар.